айтып жатыр ғой. 14-ші сәуір күні басталады деп жатыр, Құдай қаласа. Егер өзгерістер болып, жаңағы бір күн ары не бір күн бері болып қалатын болса, оны сол мүфтият белгілейді ғой. Жалпы Қажеке, ораза 14-ші сәуір басталады. Бірақ ол оразаға дайындық ол күні басталмайды. Мінеки, осыны сұрақ қойғым келіп отқан сізге. Қазірден қалай дайындалу? Оразаға дайындық тары қымбаттамай жат басталу керек қой. Бұл әлбетте әзіл. Бізде көбінше оразаға дайындық дегенге сармай мен талқан деп ойлап қалуымыз да мүмкін. Оразаға жүректі дайындауымыз керек. Оразаға жүректі дайындауымыз керек. Қараңызшы, Алла Тағала бізді біледі ғой. Алла Тағала біздің қандай жаратылыс екенімізді өзі жаратқаннан кейін біледі ғой. Сол үшін кез келген нәрсенің қамын алдын ала жасап жүру үшін неше түрлі сіздерге жолдар көрсетіп қойған. Қараңызшы, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не істейтін еді? Бірінші Ражаб айы келеді. Ражаб айы келген кезінде бұны сөз бар, исламда не дейді? Реджеп айы бұл егінді егетін ай дейді. Шабан айы бұл сол егінді жаңағы суғарып қарайтын ай. Ал Рамазан айы сол егінді жинайтын ай дейді. Сол егініңізді жинап, былайша айтқан кезде диханның пайда көретін уақыты деген сияқты жемісі. Қараңызшы, 3 айды айтып жатыр. Бұл деген сөз ниетті жақсылап дайындауымыз керек. Ниет мықты болуы керек. Байқайсыз ба? Жылда ораза айы біткеннен кейін көп адамдар өкінеді. Өте қатты өкінеді. Ораза ұстай алмай қалған адамдар өте қатты өкінеді. Сөйтіп айтады, ендігі жылы Құдай қаласа ұстаймын деп айтады. Дегенмен, ендігі жылғы ораза жақындаған кезінде жайлап көреміз дей бастайды. Адамдар нақты, өзіне нақты қатты, осы жолы ұстаймын, не болмаса өзіне мықты бір жауап бермей көреміз деген адам оны істей алмайды. Сол үшін бірінші ниетімізді мықты қылу керекпіз. Ниетті мықтап ұстауымыз керек. Шабан айынан бастап дайындықтар басталған. Әлбетте Шабан айын бұл Реджеп айларын толық ораза ұстамаймыз ғой. Арасында жаңа үзуіміз мүмкін, күн ара ұстауымыз мүмкін. Дегенмен бұл айлар сол оразаға дайындық. Біріншісі, қараңызшы, неге дайындалу керек? Ораза айына біріншісі ниетіңізді дайындаңыз. Қазірден бастап бір жақсы жағын айтайын. Қазірден бастап оразаға дайындалыңызда күнделік жазсаңыз да жарасады. Қандай күнделік? Мен оразаның ішінде мынандай нәрсе жасаймын. Мына күндері тахаджуд оқимын, түнде Құран оқимын. Құран оқи алмай жатқан кісілер болса, осы айда Құранға түсемін деп өз-өзіңізге тапсырманы көбейтіп бере беріңіз. Қорқпай бере беріңіз. Сіз орындай аларсыз, бәлкім орындай алмассыз. Ниетіңіз соған туралана берсін. Бәлкім Алла біледі. Алла біледі. Алла Тағала өмір беріп жатса, ұстаймыз оразаны. Ал егер Алла Тағала сол күнге жеткізбей аманатты алып қойып жатса, егер адам дүниеден өтіп кетсе бар ғой, бізде не деп айтатын еді? Кімде-кім бір жақсы нәрсеге ниет етсе, соған жетпей өтсе, Алла Тағала сол ниетіне қарай оны сол жақсылықты жасаған қылып жазып қояды дейді. Ораза айына ниеттенейік. Көп амалдарды өзімізге, бірақ жаңағы бармыз ба, жоқпыз ба деп былай шамалап емес, шын ниетпен осыны орындаймын деп ниеттеніңіз. Алла Тағала ниетіңізге қарай сауап жазып қояды. Құдай енді жеткізсін сол күнге, және сол күнге жетіп, сол амалдарды толық орындауды Алла Тағала нәсіп етсін. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, кімде-кім Рамазан айына аман есен жетіп, осы ораза айын
алдымен bir хадисте айтады. Не дейді? Кімде-кім ораза айын шын ниетімен, иманмен осы бір ай оразаны ұстайтын болса, Алла Тағала оның бүкіл күнәларын кешірді дейді. Алла Тағала ол адамның бүкіл күнәларын кешіреді дейді. Екіншісі, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Джибрейл амин келген кезінде 3 рет амин болды, амин деп айтқан сөз бар Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның. Сол кезде сахабалар, оны не үшін айттыңыз деген кезінде 3 нәрсені айтып кетеді. Соның бірі не дейді? Ораза айына аман-есен жетіп жәннатқа кіре алмағандар қор болсын деп айтады. Мен амин деп айттым дейді. Бұл деген сөз не? Ораза айына келіп жетіп тұрып, сол жәннаттық амалдарды жасап, жәннаттық амал не? Ағайындар, шынымен ораза айы адамдарда байқайсыз ба? Күш пайда болады. Мұсылмандарда өте күш пайда болады. Жаңа намаз оқи алмай жүрген адамдар намаз оқып кетеді. Ораза ұстай алмай жүрген небір адамдар ораза ұстап, шылымын тастап кетіп жатқандар бар. Байқайсыз ба? Шылымын тастамағандардың өзі, күніне 1 пачка, 1,5 пачка шегетіндердің өзі, сол күндері күндіз темекі іздемейді, қиналмайды. Қиналмайды. Жүре береді. Кешке бірақ аузын ашқаннан кейін не істейді? Нәпсісіне еріп береді ғой. Бірінші бар темекісін шегеді. Көздері шатасып кетеді. Бірақ айтқым келгені, ораза ұстаған адам өте мықты болады. Осы ай адамдарда бірін-біріне кешірімшілдік көбейеді. Сол айда бекерге өткізіп алмай, босқа өткізіп алмай, осы жәннаттық амалдар жеңілдетіледі. Ойлаңызшы, әшейін кездегіден гөрі ораза уақытында әр амал, жақсы амалдар 700 есеге шейін артады.